Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Сіздермен керемет рецептілермен бөлісіп отырамын. Ол үшін сіздер подписка жасап, лайк басып, қоңыраушаны басып, менің әр шыққан видеомды қарап отырыңыздар. Сіздерге бүгін өте дәмді, керемет, аппетитный балықтан жасалған уханың рецептісін көрсетем. Ал бастаймыз. Қазанның түбіне балығымызды әдемілеп, бірінің үстіне бірін салмай жайғастырамыз. Тұз себеміз үстіне. Көкөністерімізді, яғни пияз, картоп, сәбіз, бұрыш, барлығын, чеснок, барлығын турап, үстіне біртіндеп салып шығамыз. Чеснок, сарымсақ 2-3 зубчик болады, және лавр жапырағы, қара бұрыш. Әр түрлі үйде бар дәмдеуштерді қоса берсеңіздер болады. Дәміне қарай. Көп қоспаймыз. Және 2 қасық томатқа үстіне қайнаған су қосамыз. 1 кесеге араластырып жақсылап үстіне құямыз. Және помидор 1 штук жетеді, 4-5-ке бөліп үстіне саламыз. Астын жай жағып, баяу отта қайнатамыз. Дайын болғанша байқап қарап тұрыңыздар. Және араластырмаймыз, араластыруға болмайды. Астын жай қойып пісіреміз. Араластырған жағдайда езіліп кетуі мүмкін.